Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен Мадина. Шағбан айының келуімен құттықтаймын. Қадірлі жамағат, баршаңызды шарапаты мол Шағбан айының келуімен шын жүректен құттықтаймын. Қасиетті Рамазан айының келгенін сүйіншілейтін Шағбанда әр шаңыраққа шаттық, бақыт пен береке тілеймін. Алла тағала осы айда жасайтын дұғамызды, тілектерімізді, құлшылық ғибадаттарымызды қабыл еткей. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өз үмбетіне Шағбан айы кіргенде тазаланып, ниетімізді дұрыстауды өсиет еткен. Алла елшісінің тағы бір хадисінде айтылғандай, Шағбан айында жасалған дұға кері қайтарылмайды. Ендеше шарапаты мол Шағбан айында шынайы ниетпен халқымыздың амандығын сұрап, көп дұға жасайық. Құрметті жамағат, ізгі ғұмырлардың бірі ережеп желге, Шағбан бұлтқа, Рамазан жаңбырға ұқсайды. Ережеп айында дән егілмесе, Шағбанда суарылмаса, Рамазанда қандай егін күтуге болады деген. Осы айда ниетімізді түзулеп, нәпіл ораза ұстап, мүмкіндігінше тазаланып, дұға жасап, өзімізді қорғайық. Құран оқып, қиналған жандарға, науқастарға, қиындыққа тап болған мұсылмандарға Алладан жеңілдік, шипа тілейік. Өйткені Құран оқу көңілдің шипасы. Алла тағала елімізге амандық, жерімізге тыныштық, халқымызға береке нәсіп еткей. Ел іргесін берік етіп, Шағбанның шарапатына бөленуді жазғай. Раббым, ережепті аман-есен аяқтадық. Енді Шағбан айына да берекелі ете көр. Бізді Рамазанға аман-есен жеткізе көр. Әмин. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Рахмет. Алла разы болсын.